Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Жайна, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін достар, мен сіздерге осындай өте дәмді болып шығатын овсяный блинныйдың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Қазақша айтқанда соло жармасынан жасалатын құймақтар. Бұндай құймақтар таңғы асқа өте керемет болады. Дәмі деген енді супер деп айта аламыз. Бұл видеоның соңына дейін көрместен бұрын ең алдымен менің Instagram парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз ыдысымызды аламыз. Одан кейін оның үстіне 3 жұмыртқамызды салып, барлығын жақсылап венчикпенен араластырамыз. Оның үстіне біздің сұлымызды, яғни овсянкамызды саламыз. Оны блендерменен ұсақтап өткізіп барып салсаңыздар да болады. Барлығын жақсылап венчикпенен араластырамыз. Сүт құямыз, сүттің температурасы маңызды емес. Тағы да жақсылап венчикпенен араластырамыз. Қантымызды және де тұзымызды салып, жақсылап венчикпенен тағы да араластырамыз. Одан кейін бізде осындай сұйықтау масса шығады. Біз оны блендерменен езетін боламыз. Біздің сұлымыз езілгенге дейін 1-2 минуттай осы блендерменен араластырып еземіз. Біздің массамыз дайын болғаннан кейін біз оны отта дайынды пісіретін боламыз. Кәдімгі құймақ сияқты пісіре беріңіздер. Бұл менің істеген тестімнан шамамен 5 құймақтай шығады. Өте оңай, 5 минутта дайындалады. Осылай табамыздың барлығына жағып шығамыз біздің. Құймақтарымызды құйып шығамыз. Одан кейін екі жағынан пісіретін боламыз. Мінекей достар, менде осындай өте дәмді болып шығатын, соло жармасынан дайындалатын құймақтар дайын болды. Енді біз оларды қазір орайтын боламыз. Өздеріңіз қалауларыңызға байланысты орасаңыздар болады. Видеода көрсетілгендей етіп, немесе басқалай. Мінекей достар, менде осындай керемет болып оралды. Енді біз оның үстіне әсемдейтін боламыз. Немесе менің жағдайымда осындай сгущенкамен әсемдедім мен. Сіздер шоколадпенен, немесе жеміс жидектерменен әсемдесеңіздер болады. Мінекей достар, менде осындай өте дәмді болып шығатын, соло жармасынан дайындалатын құймақтар дайын болды. Егер де бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің YouTube парақшама және де Instagram парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Жайна.